Үйде осындай көп тұрып қалған не іріп кеткен айран болса, бірден төкпей, үстінен ас содасын қосып көпіртіп алыңыз, және де қант қосыңыз, бір жұмыртқа жақсылап араластырып, шым-шым тұз сеуіп, керегінше аз-аздан ұн қоса отырып, жұп-жұмсақ қамыр дайындап алатын боламыз. Енді қамырды қапшыққа салып, шамамен 5 минутқа қойып қоямыз. 5 минуттан кейін алып шығып, азғантай ұн сеуіп, қамырымызды дәл видеодағыдай оқтаулап жазып алатын боламыз. Және де бірнеше бөліктерге бөліп, қазір осылардан жұмсақ форс дайындайтын боламыз. Кейбір жерлерде кребли деп те атайды. Енді қызып тұрған майда екі жағын аудара отырып қызартып пісіріп аламыз. Өте дәмді болып шығады. Және достар, бұл шортс бөлімі, қысқа ғана видео салынады бұл бөлімге. Толық көптеген видео рецепттерімді көру үшін каналыма өтіп, видео деген бөлімді бассаңыз, 200-ден аса видео рецепттерім шығатын.